Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін пончиктің рецебін көрсетемін. Кішкентай Редмондтың несінде жасауға болатын. 3 жұмыртқа, қант, сливки безлактозный, сосын кейін разрыхитель, пісте майы. Сливки болмаса, былай жасай беруге болады. Сосын кейін ұннан шер миксі оның қолданғанын жақсы көремін. Вафлиға сол нәрсені қолданамын. Жұмыртқамен 2 ас қасық қантты араластырып алыңыздар. Сливки, яғни безлактозный сливки. Бұл жаңағы Озоннан заказ беруге болады. Бұл болмаса да қолдана беруге болады. Сливки, пісте майы, разрыхительді оңға араластырамыз. Онда көз мөлшерімен саласыздар бір. Алғашқыда 2 қасықты қосып, разрыхительмен өте қою, өте сұйық емес. Осылай араластырып алыңыздар бір-бірін. Қоюлығы осындай болады. Қызып тұрған Редмондтың вафельницасына аз-аздан құйымыз. Редмондта өзі 3 насадка болады. Біреуі вафельница, біреуі осы. Әртүрлі насадкаларды алып, салып, сатып алып, қойып, жасай берсеңіздер болады. Бұны ақ-үйден бірде және екінші столда жеуіне болады. Редмондтың беті кішкене ақшыл болады. Әдемі пончик шықты. Осылай ас болсын. Балаларыңызға қазір пончик асақпай қыздырып, әр пончик 7-10 минуттай піседі. Осылай келесіні құйып, қыздырып, пісіре бересіздер. Бетіне шоколад құйсаңыздар болады. Осылай шетіне пісіре беріңіздер. Ас болсын. Өте тәмді, балаларға ұнайды. Мәриям, саған ұнады ма?